Ханның үйіне түскен ұры. Достар, осындай әңгімелерді жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліңіздер және басқалармен де бөлісіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз аса маңызды. Тоймай ішкен асым құрсын, қорлықпен сүрген жасым құрсын деген шығар. Бір кедей жігіт тұрмыс ауыртпалығына шыдамай хан үйіне ұрлыққа түсіпті. Түн ортасында оянып кеткен хан үйдің бір бөлмесінде жүрген ұрының бар екенін біледі де, әдейі әйеліне: «Әй кемпір, қыз болса бой жетті, оны кімге бергеніміз жөн болар екен?» деп ұрыға естірте. Әйелі: «Қайдан білейін әкесі, өзіңі лайықты дегенге бересің де» депті. Оған хан: «Онда былай етейік, ертең бір кісіні мешітке бақылау жетіп қояйық. 40 күн бойы намаздарын үзбей мешітке келіп оқыған мұсылманға қызымызды қалыңсыз-ақ берейік. Әрі біздің бар қазынамызда соған қалсын» депті. Мұны естіген ұры бірде-бір затқа тиіспей шығып кетіпті де 40 күн бойы мешітке барып намаз оқып жүріпті. 41-ші күні хан оны шақырып қызын бермек болғанда, күнде мешіттен уағыз тыңдап шын бақыттың не екенін түсініп қалған жігіт: «Тақсыр, қызыңыздың да, қазынаңыздың да керегі жоқ. Осы күніме мен ризамын. Сізді алдап, қызыңызды алып, ана дүниеде сұраққа алынатын жағдайым жоқ» деп жауап берген екен жігіт. Достар, арнаға міндетті түрде тіркеліп, видеоларды бөлісіп, лайк басып, коммент жазып, қолдау білдіріңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді. Видеоларды бөлісіп, басқалардың да жақсы әңгімелер тыңдауға себепкер болыңыздар. Қолдаған әрбір жанға Алла игі дүние жақсылығын нәсіп етсін.